Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз қарапайым тауықтың жұмыртқасының адам организміне сенгісіз қандай пайдасы бар екендігін айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Жұмыртқа қуырып қайнатса азық, салаттың дәмін келтіретін қоспа. Оған қоса кез келген пісірменің жақсы шығуына ықпал етеді. Тіпті косметикалық қызметті де керемет атқарады. Бір ғана жұмыртқадан адам ағзасы үшін аса қажетті ақуызды, дәрумендер мен минерал заттарды алуға болады. Оның құрамындағы А және Е дәрумендері күйікті кетірсе, лейцин қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар тамақ ауруларын емдеп, жөтелді жазатын қасиеттерге ие. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 40 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Жұмыртқаның тағы да мына ауруларға ем екенін білесіз бе? Жұмыртқа жөтелді кетіреді. 2 ас қасық қолдың таза сары майына 2 дана балғын жұмыртқаның сарыуызын, 1 шай қасық бидай ұнын және 2 шай қасық табиғи балды араластырыңыз. Дайын болған қоспаны 1 шай қасықтан күніне 3-4 рет ішке қабылдайсыз. Жұмыртқа күйгенді емдейді. 2-3 дана жұмыртқаны қайнатасыз. Піскен соң сарыуызын бөліп алып, майсыз табаға салыңыз. Табаны баяу отқа қойып, қарайғанша қуырыңыз. Дайын болған қуырманы күйген теріңізге жақсаңыз, жараның орны тез жазылады. Қалған қоспаны тоңазытқышқа қою керектігін ұмытпаңыз. Жұмыртқа тыныс жолдарын тазалайды. Тыныс жолдары қабынып, ұзаққа созылған тамақ ауруына осы емді қолдансаңыз, өкінбейсіз. Емдік қасиеті мол бұл әдісті жақындарыңызға да айта жүрсеңіз болады. Қоспаны дайындау үшін 10 дана жұмыртқаның қабығын жинақтап, жақсылап ұнтақтайсыз. Оған 10 дана лимонның шырынын қосыңыз. Араласпаны шыны ыдысқа салып, күн тимейтін жерге қоясыз. Шамамен 10 күннен соң қоспаны қабатталған дәкенің көмегімен сүзіп алу керек. Басқа ыдысқа 10 дана жұмыртқаның сарыуызын саласыз. Оған 10 ас қасық шекер қосып, мұқият көпіршітесіз. Қант еріген кезде сарыуызды 1 бөтелке коньякпен араластырасыз. Енді жұмыртқаның ұнтағы мен коньякты араластырыңыз. Дайын болған емдік қоспаны 1 ас қасықтан күніне 3 реттен қабылдайсыз. Емді тамақтанудан 30 минут бұрын жүргізу керек. Тұмауды кетіреді. 500 мл жылы сүтке 1 дана шикі жұмыртқаны саласыз. Оған 1 шай қасық бал мен 1 шай қасық сары майды араластырыңыз. Қоспаны мұқият араластырып алып, жатар кезде ішсеңіз, жөтел сап тыйылады. Таңертең тұмаудан да, суықтан да құтыласыз. Бойыңызды тіктеп, сергек қалпыңызға келесіз. Жұмыртқа буын ауруынан біржолата құтылтады. 1 дана жұмыртқаны қайнатасыз. Піскен кезде сарыуызын алып, 2-ке бөліңіз. Енді жарты сарыуызды шанышқының көмегімен езесіз. Кеңдеу ыдысқа 1 стақан тазартылған күнбағыс майын құясыз. Оған сіріңкенің қорабындай көлемдегі ара балауызын қосыңыз. Ыдысты баяу отқа қойып, балауыз ерігенше қозғап тұрыңыз. Қайнап тұрған майға жұмыртқаның езілген жарты сарыуызын саласыз. Сарыуыз көзге көрінбейтіндей жоқ болып кеткенше қайнауы керек. Сосын оттан алып, капронмен сүзесіз. Бұл кезде дәкемен сүзу жарамайды. Емдік қасиеті мол қоспаны ауыратын буындарыңызға сіңдіре отырып жағып, компресс жасайсыз. Емді әр 2 сағат сайын қайталап отырсаңыз, оң нәтижесін тез байқайсыз. Бұл сұйықтықты шыны ыдысқа құйып, 10 айға дейін тоңазытқышта сақтауға болады. Жұмыртқада калория аз. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калорий ғана бар, ал майлылығы небәрі 10%. Жұмыртқа ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүрек, жүйке және онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Көптеген диеталардың мәзірінде жұмыртқа кездесіп жатады. Себебі, оның арқасында артық салмақтан арылуға
және салмақты бір қалыпты ұстауға болады. Тырнақ, шаш өсімі және көздің көруін жақсартамын. Тістерім маржандай таза, сүйектерім мықты болсын десеңіз, ас мәзіріңізге жұмыртқаны қосыңыз. Жұмыртқа ағзаны түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Жұмыртқа бет күтіміне де пайдалы. Бір жұмыртқа мен біраз қасық балды араластырып, бетіңізге жағып, 15-20 минут жатып демалыңыз. Кейін жылы сумен шайып жіберіңіз. Бетіңіздің тазарып, нәрленіп, терінің тартылғанын аңғаруға болады. Жұмыртқаның сарысын шашыңызға жағып, 1-1,5 сағаттан кейін жылы сумен жуып жіберіңіз. Бұл ем шашыңыздың жылтыр болып, алдағы күндері ұштанбауына жол ашады. Көзіңізге сүйел шыққан кезде қайнаған жұмыртқаны ыстық күйінде басыңыз. Сондай-ақ, қатты тамақ ауырған кезде қайнаған жұмыртқаны жылы күйінде мойныңызға қойып, қайта-қайта домалатыңыз. Пісірген бәлішім тәтті болсын десеңіз, қамырға жұмыртқа қосуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ, бәліш алтындай жарқырап тұру үшін, оны пешке салмас бұрын үстін жұмыртқаның сарысымен бір майлап шығыңыз. Бұны бірақ барлығыңыз да білетін шығарсыздар. Жұмыртқа таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Егерде қабықшасы кедір-бұдыр, түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаның мерзімі өтіп кеткен. Және де мерзімі өтіп кеткен жұмыртқаны былай тексеруге болады. Дайын тұрған суға осы жұмыртқаны саласыз. Егер су бетіне жұмыртқаңыз қалқып шығатын болса, онда ол бұзылып, мерзімі өтіп кеткен жұмыртқа. Ал егерде жұмыртқа судың түбінде жатып қалса, онда ол жақсы жұмыртқа деген сөз. Жұмыртқаны жер алдында мына нәрселерге басты назар аударыңыз. Жұмыртқа бактериялық инфекциялардың көзі болуы мүмкін. Азық-түлік деңгейінің төмендеуінен басқа, қауіпсіздіктің себептері. Сіз шикі немесе жартылай пісірген жұмыртқаларды жегіңіз келсе, назар аударатын фактор болып табылады. Себебі аталған бактериядан қауіп бар. Оның аты Salmonella enteritidis. Бұл бактериялар жұмыртқа қабығы арқылы енуі мүмкін және жұмыртқаның сарысында немесе ақтығында болады. Сальмонелла бактерияларын жұқтырған адам ауыр тұмау сияқты белгілерге шалдығады. Иммундық жүйесі әлсіз адамдарда, мысалы, жүкті әйелдер мен 5 жасқа дейінгі балаларда улану белгілері күшеюі мүмкін. Тұтынылатын жұмыртқаға сальмонелланың енуіне жол бермеу үшін пастерленген жұмыртқаларды таңдаңыз. Жұмыртқалардың бұл түрі сальмонеллаларды жою үшін қажетті минималды температурада жылдам қыздыру процесін өткізіп үлгерген, бірақ жұмыртқаны жетілдіруге жеткіліксіз. Пастерленген жұмыртқалар олардың түсін, дәмін және тағамдық құндылығын өзгертпейді. Нарықтағы кейбір жұмыртқа өнімдері құрғақ жылыту әдісімен пастерленген. Сіз жұмыртқа орамының жапсырмасын заманауи сауда үйінен сатып алсаңыз, көре аласыз. Сондай-ақ жұмыртқаның пастерленген немесе оның пастерленбегенін сатушыдан сұрай аласыз. Жұмыртқаны қолданар алдында оның қабығын сумен және сабынмен жусаңыз болады. Бірақ ешқашанда жұмыртқаны жуып, одан кейін тоңазытқышқа сақтамаңыз. Тек қолданар алдында жууыңыз керек. Құрметті достар, видеомыз ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Және де видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.